Жамал Эльмира. Иә, көзге көрініп тұршы, келіншек қасында тұршы, өте келіншек самай. Енді былай, мына жер жаңғырып тұр. Айғайламай әдемілеп жүрегіме сөйлейін. Махаббаттың майданында табысып, жүректері бірге қағысып жүрген, бір-бірінің қадірін білген жандардан Алланың нұры шашылған, құшақтасан құмарын басылған Нұрсұлтан мен Нұрисламдай алтын ұлдарды береді. Сол ұлдарды көріп болатын қыздарды береді. Енді қараң, екі қыз, екі ұл, есебінен жаңылмаған, бақыттан арылмаған алтын азамат Жамал менен Эльмираның қуанышына тегін адам келмейді. Сөзді түсінетін, күлсе күліп, күрсінсе күрсінетін, ең жанашыр, жаны асыл адамдар келеді ағайын. Сондықтан қос анамызды, Жамал менен Эльмираны мен жалғыз өзімнің атымнан емес, мынау отырған сіздердің аттарыңыздан айтамын. Қыз тілегі жақын болған халқына, адал жұрты аман болсын халқына деген. Бүгінгі қажылардың тілегі қабыл болсын, бесігі тағы да балаға толсын деген ниетпенен сіздердің аттарыңыздан айтар батам, тілегім біреу-ақ. Әке үйдің тілегі, ана сүйген жүрегі, қосылса екі құдірет орындалған тілегі. Бүгін Жамал мен Эльмираның армандары орындалған, қос мұсылманның атқа отырған құтты болсын деп қолын алған сіздердің шаңырақтарыңызда той бола берсін. Жамал мен Эльмира тарихта аттары қала берсін. Алла бүгін осы кісілердің назарына ала берсін. Той керемет өтті деп елі баға берсін. Балдарына сана берсін жаным, бақтары жана берсін. Екі ұлың, екі адам. Жамал, сенің Эльмираң сияқты келіндерді таба берсін. Эльмирамнан Тәшекең мен Әйекең сияқты немерелерді баға берсін. Құдай-ай, сатып-амайымды ішін толып тұр. Соны шашып, абыройың тасып тұрсын деген ниетпен келген соң, қазіргі менің орындайтын рәсімім осы аналарды Алланың алдында разы қылу. Жұмақ ананың аяғының астында деп тегін айтпаған. Сондықтан Тәшеке, жаным Әйеке, ниетіңіз, қажылығыңыз қабыл болды. Алла назарына алғай. Бесікті тербетіп, бүгін төріңізге төрлетіп отырған қонақтарыңыздың дұғалары қабыл болсын жаным. Тойларыңыз құтты болсын. Ағайын, Тәшекеңе мен Айгүл ағайын Нұрғали тамада әдемілеп шапалақ ұрғызды. Мен Тәшекеңе бұлай шапалақ ұрғызайын. Өзге ел үшін өсіресің қызыңды, жарық етсе деп жүзіңді. Өзге әйел үшін өсіресің ұлыңды, жалғастырса деп ізіңді деп жаздым. Іздеріңіз жалғасып, өмір өзі алмасып жатқан кезде асыл Тәшекеңе жақын адам көрген жоқ нағашыдай, жайқалып келген дүлгінің жағасындай, айналайын нағашы арта берсін бағасы деп, ақ нағашы, балалардың нағашы әжесі Тәшекеңе осы ұрпақ салиқалы болып екі ананың басына тәж кигізсін. Алла біздің Эльмираға тағы да екі ұл, екі қыз үйгізсін. Амин. Ой, өзі кешік келген батыр оңсолдық кім ұранын білмейді. Мен қазір білдім, қалайсыздар? Бәріңіз тілек айтып қойдыңыздар ма? Олай болса, рұқсат болса Жәке, Елеке, сіздердің аттарыңыздан аналарыңызға деген құрметімізді көрсетпес бұрын. Ау, Тәшекеңе сөз берейін ба? Сөйлеп қойды ма? Неғып қорқыта бересің мені? Экранға назар аудартайын. Менің де сыйлығым бар, құр қол келген жоқпын. Сатып алған шапаннан, жүректен жұлып алған жырдан артық не бар? Экранға назар аударсаңыздар, Жамал мен Эльмираға жасаған жүрек жарды сыйлығым. Ең бақытты жанұя. Алла қалап, жақсылықтың есігін